Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін бізде қазақ тілі сабағы 62-ші сабақ. Біздің жобамыз мақал-мәтелдер. Мақал-мәтел бейнелі және мәнерлі сөйлеу құралы. Мақал-мәтелдер сөйлеммен беріледі екен. Бірінші жаттығуға қарайық. Мақалдарды оқы, олардың мағынасын түсіндір, сөйлем мүшелеріне талда. Бірінші мақалымыз: өнер өрге жүзгізеді. Өнер деген сөзіміз не деген сұраққа жауап береді? Сол себепті бастауыш болады. Өрге жүзгізеді. Қайда жүргізеді? Өрге. Демек, өрге бізде тұрлаусыз мүше болады екен. Жүзгізеді. Не істейді? Жүзгізеді. Бұл бізде баяндауыш болады екен. Екінші мақал: еңбек ептілікті сүйеді. Еңбек деген сөзге не деген сұрақ қоямыз? Бұл бізде бастауыш болады екен. Келесі: ептілікті. Нені сүйеді? Ептілікті сүйеді. Ептілікті деген сөз бізде тұрлаусыз мүше болады екен. Сүйеді. Не істейді? Сүйеді. Бұл бізде баяндауыш болады екен. Келесі үшінші мақал: асыл тастан шығады, өнер жастан шығады. Асыл деген сөзге не деген сұрақ қоямыз? Не асыл? Бұл бізде баяндауыш болады. Бастауыш болады. Келесі: тастан. Қайдан? Тастан. Тастан деген сөз тұрлаусыз мүше болады екен. Шығады. Не істейді? Шығады. Бұл бізде баяндауыш болады. Өнер жастан шығады. Өнер деген сөзге не деген сұрақ қоямыз? Сол себепті бастауыш болады. Жастан. Қайдан деген сұрақ қойылады. Сол себепті тұрлаусыз мүше болады екен. Шығады бізде баяндауыш болады екен. Келесі төртінші: ер қадірін ел білер, зер қадірін зер білер. Бұл жерде бізде ел қадірін деген сөзге ненің қадірін деген сұрақ қойылады. Сонда бұл бізде тұрлаусыз мүше болады екен. Ел деген сөзге не деген сұрақ қоямыз? Сол себепті бастауыш болады. Білер, не істер деген сұрақ қойылады. Бұл бізде баяндауыш болады екен. Зер қадірін зергер білер деген кезде зер қадірін. Зер дегеніміз ненің қадірін деген сұрақ қойылады. Сол себепті тұрлаусыз мүше болады екен. Зергер деген сөзге кім деген сұрақ қоямыз. Сонда бұл бізде бастауыш болады. Білер деген сөзге не істер деген сұрақ қойылады. Сол себепті баяндауыш болады екен. Келесі бізде екінші жаттығу: әңгімені оқы, әңгіменің бұлай аталуы себебін түсіндіріп көр дейді. Бұлақ көрсең көзін аш деген әңгімені берген екен. Ыбырай атамыздың таза бұлақ деген әңгімесінен оқыған боларсың. Олай болса, әр бала жазда кездесе қалса бастаудың көзін, бұлақтың жолын ашып, оларды шөп шаламнан, лай батпақтан тазалай жүрсе үлкен ғанибет. Сол үшін бабаларымыз бұлақ көрсең көзін аш деп өсиет қалдырған дейді. Спандияр Ақаев. Балалар, сендер бұлақ көрсең көзін аш деген сөзді қалай түсінесіңдер? Ол дегеніміз, егер бір жерде аға алмай тұрған немесе ағып бара жатқан бұлақты көрсек, оның көзін, яғни оның басын біз тазартып қоюымыз керек екен. Оның айналасындағы қоқыстардан тазалап және шөп шаланнан, батпақтан тазалап қоятын болсақ, ол өте үлкен игі іс болады екен. Жақсы іс болады екен. Бұл өсиет тек қана бұлаққа қатысты емес. Солай емес пе, балалар? Келесі бізде үшінші жаттығу: мақал-мәтелдер кітабынан жалаң сөйлемнен тұратын 5 мақал, жайылма сөйлемнен тұратын 5 мақал тауып жаз. Сөйлем мүшелерінің астын тиісті сызықтармен сызып көрсет дейді. Бірінші біз жалаң сөйлемдегі мақал-мәтелдерді талдап және айтып жазып алатын боламыз. Олай болса, бірінші мақал: денсаулық зор байлық. Денсаулық дегеніміз зат есім, бастауыш болады, яғни не деген сұраққа жауап береді. Зор байлық бізде баяндауыш болады. Бірлік болмай, тірлік болмас. Келесі екінші мақал: бірлік дегеніміз бастауыш, болмай дегеніміз баяндауыш болады. Тірлік дегеніміз бастауыш, болмас дегеніміз баяндауыш болады екен. Келесі үшінші мақал: кітап қаймақ, білім оймақ. Кітап дегеніміз бастауыш, қаймақ дегеніміз баяндауыш болады. Білім дегеніміз бастауыш, оймақ дегеніміз баяндауыш болады екен. Келесі төртінші мақал: еңбек ширатады, өмір үйретеді.
еңбек бізде бастауыш болады, ширатады баяндауыш болады, өмір бізде бастауыш болады, үйретеді баяндауыш болады екен. Қарақұрт жесе қой семіреді. Қарақұрт бізде бастауыш, жесе баяндауыш, қой бастауыш, семіреді баяндауыш болады екен. Егер бастауышта, баяндауышта зат есімнен жасалатын болса, онда екеуінің ортасына сызықша қойылады екен балалар. Енді жайылма сөйлемдегі мақал мәтелдерді оқиық. Жақсының жауы көп. Бірінші мақал. Жақсының дегеніміз бізде бастауыш болады екен. Жақсының жауы, кімнің жауы деген сұраққа жауап беретін болғандықтан бастауыш болады. Көп бізде тұрлаусыз мүше болады екен. Келесі екінші. Өнер алды қызыл тіл. Өнер алды дегеніміз бізде баяндауыш болады екен. Қызыл дегеніміз бізде тұрлаусыз мүше болады. Тіл бастауыш болады екен. Келесі үшінші мақал. Жақсы ата орман, жақсы бала қорған. Жақсы бізде қандай деген сұраққа жауап береді. Сол себепті тұрлаусыз мүше болады. Ата бізде бастауыш болады екен. Орман баяндауыш болады. Жақсы дегеніміз тағы да тұрлаусыз мүше болады. Бала дегеніміз бастауыш болады. Қорған дегеніміз баяндауыш болады екен. Бұл баяндауыштардың барлығы зат есімнен құралған. Келесі төртінші мақал. Қасқырдан қорыққан тоғайға бармас. Қасқырдан неден тұрлаусыз мүше болады. Қорыққан не істеген баяндауыш болады. Тоғайға тұрлаусыз мүше болады. Бармас баяндауыш болады екен. Келесі бізде бесінші мақал. Алжыған төбет айға қарап үреді. Алжыған деген сөз бізде тұрлаусыз мүше болады. Төбет бастауыш болады. Айға тұрлаусыз мүше болады. Қарап үреді деген сөздер баяндауыш болады екен. Енді осы мақалдардың біреуін таңдап әңгіме құрауымыз керек. Мысалы, мен кітап қаймақ, білім оймақ деген мақалды алдым. Егер қаласаңдар, басқа мақалды таңдап, өздерің басқа әңгіме құрастырсаңдар болады. Олай болса, құрастырған әңгімемді оқып кетейін. Кітап қаймақ, білім оймақ. Кітап білімнің қайнар көзі. Онсыз, яғни өмір сүру 21 ғасырда мүмкін емес екендігі барлығымызға да мәлім. Кітап қана дәл мәнді білім береді. Себебі ол адамды терең ойлауға, мәнді, мағыналы сөйлеуге жетелейді. Әр адам кітаптың бетін ашқан сайын жаңа құндылықтарды үйренеді. Адамзат баласының қол жеткізген ұлы игіліктерінің бірі білім қазынасы. Ол ұрпақтан ұрпаққа ауызша, жазбаша түрде немесе әдебиет арқылы да жеткен. Кітап адам баласының сан ғасырлық ақыл ойының жемісі, тарихы мен тағылымының алтын сандығы. Сондықтан кітап қаймақ, білім оймақ екенін ұмытпайық балалар. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сіздерге сабақ түсінікті болды деген ойдамын. Каналға міндетті түрде тіркеліп, лайк басып, өз ойларыңызды комментарий бөліміне жазып қалдырсаңыздар болады. Келесі сабақтарда кездескенше сау болыңыздар. Сіздермен бірге болған Мақпал Ерболатқызы.